Баршаңызға сәлем достар, мен сіздермен Құралай. Сіздерге бүгін дәмі ерекше болып шығатын өте қарапайым үлгіде жасалынатын қайнатылғанда вареньенің бұл түрі менде дара-дара болып түседі. Сары өріктен барлық қажет затты описание бөліміне қалдырдым жазып. Менің арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Достар, бізге қажет сары өрігімізді алып, жақсылап жуып аламыз дағыны. Ішіндегі сүйектерін осылай тазалап шығамыз. Езілгенін тастамаңыздар, қажет болады. Ысырап қылудың қажеті жоқ. Осылай ішіндегі сүйегін бәрін алып тастап, дәмі бұзылмаса болғаны, қалған езіліп тұрғандарын бәрін вареньеге саламыз. Сиробымызды, шекерімізбен кішкене суымызды құйып қайнатып аламыз дағыны. Жақсылап қайнаған сиробымызға сары өрігімізді осылай саламыз. Қараңыздар, барлығын салып, үстінен қатты езбеңіздер. Осылай жеңіл түрде. Сосын қайнағаннан кейін бір қайнайды. Көбігін алсаңыздар да болады, алудың қажеті де болмайды кейде. Мен өз басым алмаймын. Осылай жақсылап астын баяу отта 20 минут қайнатып, қайтып сөндіремін мен. Сосын қайтып қайнатып, лимонның кішкене қалдығы бар екен үйде. Сол лимонды майдалап турап осылай қосып жібердім. Араластырудың қажеті жоқ, достар. Міне, вареньеміз дайын болды. Қанша банкі шығады, банкымды алдын ала жуып, күннің көзіне қыздырып қойып қойдым. Крышкаларымызды қайнатып, дайындап қойдым алдын ала. Осылай вареньеміздің бәрін жақсылап кішкентай мөлшерде банкілеріме құйып шықтым. Бұл вареньенің ерекшелігі, достар, дәмі де керемет болып шығады. Қысқы уақытқа дейін бұл тұнба тұрып, өзіндік дәміне енеді. Және өзі дара-дара болып түседі. Келесі жолы сіздерге сары өріктен корица қосып, жапқан түрін ұсынатын боламын. Бүгін ең қарапайым тәсілмен осындай үй жағдайында үйде тұрған сары өріктерімізді құртылып кетпесін деп осылай варенье әзірлеп қойдым. Осылай жақсылап жабамыз дағыны. Менде осындай бұрама жапқыш. 2 банкым осылай шықты. Сондықтан жақсылап жауып, бұрап, банкымды осылай жауып қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шығады. Бауырсақпен, нанмен, қыстың уақытында жаздық самал желмен лесіп, сары өріктің де өзінің иісі болады. Керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Өте қарапайым тәсілмен жабылған банкі.